осындай керек болмаушы. Бәріміз жылағанбыз. Қашан? Біздің группаласымыз ол вообще өмірден түңіліп кеткен. Сосын бірінші веритасының лекциясы болған кезде ше, потом задым да тартып қойып, оның бүкіл өмірі. Ешнәрсе білмейді екенбіз деп па? Иә. Ондай босқа уақыт өтіп жатыр деген сияқты. Потом ояндық қой. Күшті сезім ғой соны сұрақтым деген бәріне. Өйткені мен еле сол еді да. Айта беріңіз. Потом? Сосын андай ғой, шекарадан өте шықсам өте көп мүмкіндіктер екенін тағы да бүйтіп айттыңыз да, уже содан кейін мақсаттарымыз айқындала бастады. Ары қарай уже талпынсаң болады ғой бәрібір. Біз айналамызда ғана көріп жүрдік та, и сіз вау деп аштыңыз да, и вот ары қарай бізде қызығу бүкіл күшті болып, и осы нәрсе бізге керек болып жүреді. Жаңа жылда демалыстан кейін ше, шамалы босап кеттік қой. Соған күшті бастама болды. Басқа? Мен кісілерді көп қуанып отырмын да, 3-4 курсында осындай нәрселерді бұйыртып тұрғандарына. Өйткені мысалы мен 3-4 курсымда фокусым басқа нәрседе болған екен да. Мысалы қазір бұл кісілер істеп жатқан нәрсесін 3 курста, мен қазір 6 курсымда істеуім керек та. Мысалы ағылшын тілі туда-сюда деген сияқты нәрселерді мен қазір істеуім керек. Бұл кісілерге қайтпаңыздар деген білет, осы жолдан тура жолда келатсыздар. Ертарғын мырзаның қолынан ұстамаңыздар, кетпесе кетпей. Қолынан ұстамаңыздар. Жүрмей. Сондай нәрсе айтқым келіп тұр. Сіздер көп. Сіз бірінші курсқа түскенде сіз шоқырдыңыз. Иә. Әлдесіңдер бәрі үлкен көрінетін едіңіз, сол Қазір бұл үшінші курс. Жоқ, былтыр өзіміз 3 болдық, 4 болдық, ондай үлкен. Білмеймін, олай сезінбеймін өзімізді. Бірінші кезде бұл кісі неде отырады? Читательскийде, общагада ше. Сол жерде көп қызбен сол жерде танысқанмын. Сіз келеді, мені сұрайды. Сосын сізді мен неде кітапханада көргенмін. Ол кезде 2 қызсыз ғой. Андай сөйлегені басқа, сосын қарастырып жатырық деп бірдеңе айттым. Деп бірінші курсым ғой. Бірдеңе қазақша тіл ғой деп. бірдеңе айтты. Фотода оқимыз. Жоқ, неде бір басқаша сөйлеп, ризалық қалған емес сол кезде. бәрін сөйледіңіз ол маған ше. Ертарғын деген кісіні танымаймын сен. Сен танымайсың ба дейді бәрі. Кім? Бәрі десек, Сөйтіп, ол қай кісі деген былай дейсің, танымайсың ба деп жүреді деп қояды. Сөйтсек. Кітапханада. Сіз енді жан-жаққа онша қарамаймын ше. Сөйтіп, потом барып сізді таныдым. Сөйтсек, барлық таниды екен сізді. Мен кеш таныдым. Арамыздағылардан. Сіз 2-ші семестр кетейін деп жатсыз ба? Басқа жаққа? Кетпей жатып, біліміңізді пайдаланып қалайық. Қайдан естідіңіздер айтпаған аңғаны? Сіз Айтмай. тағы қиналдым деп Сіз веритастың соңғы апталарында айттыңыз ғой, білімді пайдаланып қалыңдар деп. Иә, жетекшісінде. Сондай бір нәрсе айтқансыз сіз. Өзіңіз айтқансыз. Кім жасаған деп ше? Осы интернатурада бізде жаңадан бар кітаптар шашып жіберіп берген орыстар бар. Сонда орыс тіліне түскен болатын.
мен айтып бір-бірімізбен жақын араласпаймыз дейді, өйткені как бы попутка сияқты жүреміз дейді, просто бір-бірімді көрдім кеттім. Сонымен әрқайсымыздан сұрады, сен не үшін келіп жүрсің жалпы, неге жаңағыдей ашылып сөйлеспейсің деген сияқты әрқайсымызға сұрақтарды қойып сонда айтып жатыр. То есть бұл қыздың айтқысы келгені бір-бірімізбен жақынырақ аралассақ дегісі келді. Мен бастасам кейде жеткізе алмай кетсем өзім дегім келген. Жалпы орыс па? қалай? Қазақ па ол? Ол қыз Қырғызстан. Қырғыз. Сол Танимын ау кезеңде ойымда бір сұрақ туындады. Жалпы біз концентрацияны бір жерге қойғымыз келеді, бір нәрсе үйренгіміз келеді, өмір сүріп жүреміз, бірақ қалай былай ортадағы ара қатынасты дұрыс сақтауға болады. Ойын күлкіде де белгілі бір мөлшер бар, оқуда да белгілі мөлшер бар, үйде де мысалға жүрген кезде жалпы араласқан кезде қалай дұрыс мөлшер сақтай білу қажет. Мен үшін түйген ойым, жай ғана бос күлкі бізге не үшін қажет достар арасында, бірақ онсыз да болмайды екен. Сіздер қалай жасайсыздар? Ойланып көрдіңіздер ма бұл дүние үстінде? Дос жоралармен сөйлескен кездеріңіз жалпы бос әңгіме кетіп жатады ғой ортада. Сонда бұл нәрсемен күнделікті айналыса бергеннен кейін не алып жатырмын жалпы деп ой үстінде боласыздар. Қанша дегенмен? Кешіресіздер, ренжімейсіз, тұра берейін. Таксимен тұрып кете берейін. Рахмет. Бір сұрайын деп тұрмыз, қашан қайтайын деп отырсыз деп Шымкентке. Келген таксимен уже кешке қарай. Барлықтарыңызға рахмет. Астана қуаныштымын. Дастарханыңыз болғаныма қуаныштымын сіздермен. Бұйырса жақсы күндерде жолыға берейік. Жақсы. Тек биіктерден көрдіңіздер. Не ой, айтып жатқаныңыз жақсы негізі. Ондай ой көбіне келе бермейтін сияқты. Студент болып жүрген қазір Ойнап жүрген рахат. Арада просто барьер жоқ болады да. Мысалы қасыңдағы адаммен тек жаңағы ресми түрде сөйлессең бәрібір барьер бар сияқты болады, ішіңдегісін айта алмайтын секілді. Ал ойнап күліп жүрсең уже ондай тосқауыл жоқ, қалғанын айта бересің. Сонда да шектеу болады, бірақ ішіндегі толық жеткізе аласың да, қысылмайсың да. Қарым-қатынаста сол ойнап күліп араласқан Менің бұл жерге келудегі мақсатым негізінде айтарым сізден адам айналасынан өзінің жақсысын, жақсы орта болса жақсысын жұқтырады, жаман болса жаманын жұқтырады. Сізден жақсыны жұқтырып алу еді менде. Енді сіздің бұл нәрседе жалпы әрекет амалыңыз қандай? Сіздің де ортаңыз бар, қызығатын, сіздің де ортаңыз бар, жай ғана ойнап күлетін, ортаңыз бар, жұмыспен сөйлесетін, ортаңыз бар, білім алатын. Осының арасында ара қатынасты қалай сақтайсыз? Так. Бүгінгі күннен мысал келтірейікші, өзіңізге пайдалы. Мен қазір кісілер айтып жатқаннан өзімнің көздегеніме жеткеніме қуанып отырмын. Қалай? Өзімнің көздегеніме жеткеніме қуанып отырмын да. Өйткені біз бірінші курсқа келген кезде біз көзімізді байлап тастаған лабиринтке кіргізіп жіберген. Лабиринтке ғана емес, көзімізді байлап тастап лабиринтке кіргізіп жіберген адам болдық та. Ешкім ештеңе бөліспейді, ешкім жаны ашымайды, оқыңдар дейді, парақор дейді, медицинамыз дамымай жатыр, студенттер дұрыс емес деп айтады да, бірақ өздері жағдай жасамайды оны, жоғары жақтағылар. Соны неге мен жаңағы жылай беріп
жалып сөйлей беріп неге өзім жасамасқа деген. Бұған дейін тиын санаудан, бірдеңке санаудан жасаған нәрсеміз міндетті аулақпыз. Бірақ өте көп сондай бір дұға жасайтынбыз сол бірінші курс кезінен. Сол бір күнге жеткізсін, өзіміздің қалтамызды ойламай, қалтамыздан есепсіз шығара беретіндей, және де пайда бере алатындай күйге жеткізсін деп. То есть біздің Меритста жасаған, оған дейін жасап жүрген нәрселердің барлығын бірде-бір өкінген емеспін. Ақша төлеп жасап жатқанымыз, құртып жатқанын, одан кейін біреудің оның ақшаны жинап, жоқ бәріміз беру керекпіз, Вертеста барлығымыз біргеміз деп айтпайтынмын ешқашан. И хотя бір адам болсын неге жетсінші дейтін, түсінсінші дейтін білімінші қандай екен. Білім ғана сендерді алып шығатын түсінсінші дейтін. Ештеңе алып шыға алмайды. Өйткені білім ғана біріңізден біріңізді үздік етеді. И көркем мінез екеуі. Осы екеуі ғана. Білім көркем мінез, білім көркем мінез, білім көркем мінез. Мінез емес, көркем мінез. Мінезбен сыйыспай қалсаңыз, ол да жаман да. Қай кезде қалай сөйлеу керек екен, қалай ұстау керек екен білмесек те. И ана жаңа түсініп жатырық дедіңіздер ғой. Қандай кішкене білім сәл жетіліңкіремей жатқанын түсіндік дедіңіздер. Мен де солай түсінгем. Бірақ мен случайно жоқ енді, бірақ солай түсініп қалатынмын да. Өзімді қинауға жақсы көретін қинағанды. Өзім ең әлсіз болатын жерге барғанды жақсы көретін. Үлкен және де ең бірінші менің көзім ашқан, онда сіздер секілді сезінген кезім Өзбекстанға олимпиадаға барған кезім. Мен мына жақта анатомияны шашамын деп жүрген адаммын ғой негізі. Сөйтіп екінші курста анатомия емес, оқытадан оперативная хирургия топографическая анатомия деген төртінші курста өтетін пәннен мен екінші курста барғам олимпиадаға. Бардым, ең алғаш рет международный университеттердің келген студенттердің деңгейін көрдім да. Одан кейін өз жауап бергенде, олардың жауап бергенін көрдім да. Ештеңе білмейтінін түсінгем. Бірінші точка А сол кезде болды менде. Точка А деген сөз сіздің өміріңіздің өзгеретін жері. Жаңа сізге берген кітап бар ғой. Оқып көрсеңіз болады деген ше, жаңа бердім ғой. Хакам Енгичтің. Ешбір karşılaşma tesadüf değildir деген. Ешбір кездейсоқ емес деген. Бұл отырыс кездейсоқ емес. Жиналу кездейсоқ емес. Осы именно осы адамдардың отыру кездейсоқ емес. Жаңағы кісінің кетіп қалу кездейсоқ емес. Ол осыдан кейін әңгіме тыңдамау керек болды деген нәрсе бар да. Сезім көрсек. Кейде ойлаймын да, сәл жайбарақат жүрген кезде, мысалы, үйдің өзінде баласы болғаннан кейін обычно терпение жасайсыздар, қарапайым дегенмен. Бірақ қазір күннің қалай демде атып, демде батқанын байқамай қалатындай уақытқа жеттік да. Бір күнді босқа өткізбағаннан ішінде күйініш сезімі болады да. Бұл нәрсе болмас үшін әрекет керек, бірақ кейбір адамдарда істеу керек екенін білсе де істемей жатады. Ондай кезде жай ғана жаңағы нәпсімізді тізгіндеп әрекет ету керек шығар, расында. Бірақ егер болмай жатса ол нәрсе, не істеу қажет? Орта ғой? Орта сізді төрге де сүйрейді. Сосын мықты кісілерді жаныңызға дос тұту керек. Өзіңіз отшельник болсаңыз болады. Мен сондай адам болғам. Менде орта болмаған. Илдар деген досымнан басқа. Ол 4-ші курсқа уақытын өткізіп алды. Сөйтіп мен оны Түркияға мен кетіп қалдым да, одан кейін ол жалғыз қалып қойды. Жалғыз қалып қойғаннан кейін маған жазды бір күні Түркияда жүрген кезімде. Менің Ереке, сен жүріп 4 жыл бойы сәл аман қалыппын ғой дейді. Неге? Өйткені ол білмей тұрса да мен сен білесің деп айтатын. Адамға білесің деген сайын адам біліп бастайды. Таландырып бастайтын, тартатынмын.
жаман нәрседен тыйғызатынмын, былай қарай алып кететінмін. 4 жыл бойы түсінген жоқ білімнің қандай екенін. Кейін сен менің жаныма келмей ақ қой, сен Түркияға бар, басқа жаққа бар деп сен менің жаныма келсең, сен тағы да маған сеніп қаласың дедім. Сен басқа университетке кет дедім. Ақшаң бар ма жоқ па білмеймін, шаруам жоқ, кет барасың дедім. Келді, қинал дедім. Қиналғанды көру керек та адам. Қыз баланың қиналғаны дұрыс емес, салыстырмалы түрде. Ер бала обязательно қиналу керек. Ер бала жүкті сезіну керек, ол ертең отбасына жауап беретінін сезіну керек алдын ала. Соған сәл кішкене болсын дайындала беру керек, моральный тұрғыда, физический тұрғыда. Ол балаға айттым мен, сен хотя бы қазір барасың, аэропорттағы ыңғайсыз жағдайларды сезініп көр деп жатырмын. Бірінші рет аэропортта самолетқа отырасың, жүктің қайға қоятынын білмейсің, стюардессаның кім екенін білмейсің, тамақты сұраған кезде ұяласың, бесплатный ма деп сұрайсың, тегін ба деп сұрайсың, туалетке өтіп кетсем бола ма дейсің, терезе жаққа түсіп қалсаң, соның бәрі кішкене қиыншылық та, бірақ адамды ашады. Кішкене қиыншылықтың бәрін сезінді, жүгің қайықта екенін таппай қаласың, самолет келгеннен кейін іздейсің, біреумен сұрау керек болсын, әжетханаға қысыласың, әжетханаға шетелде түркше сөйлеуің керек боласың деген сияқты. Жағында көмектесетін жоқ, сол кезде жігіт қалыптасады, мінез қалыптасады. Сол үшін қинал деп айтамын. Сондықтан жалғыз кет дедім, ар жаққа кетті, басқа бір ортамен кетіп қалды, содан кейін жай қайта маған жаза бастады. Ереке, менде уже кішкене оғау сөздер қосыла бастады, уже өміріндегі құндылықтар жай сығырылып кетіп жатыр деді. Көресің дедім мен, күресесің дедім. Кейін Түркияға барды, Түркияның деңгейін көрді да, өзінің түк білмейтінін ұқты, тура сіздер секілді, мен секілді. Түркияға барғаннан кейін. Мына жаққа келді да, енді бірде бір күні бос өтпейді, бірде бір күні. Сентябрьдан бастап Юсумайын сатып алды, одан кейін оған дейін ол бүкіл Қазақстандағы курстардың бәрін сатып алып оқып жатқан. Мен оның соңғы осы демалыста ғана телефон шұқылап жатқанын көргем. 24 сағат үйге келем, кетем, түнгі уақытта келем, азанда келем. Мен ұйықтап жатқанда ол ана жақта кухняда не істейтін, сабақ қарап отырған, Юсумай қарап отыр, көз алдымда өсіп жатыр. Мен білмейтін нәрселерді айтады, мен түсінбеймін оны айтып жатқанын. Ол уже молекулярный деңгейге кетіп қалды да. То есть орта өте маңызды. Кіммен жүресіз, сондай боласыз. Әлсіздермен жүресіз, өзің уақытын бос өткізетінмен жүресіз, тура сондай боласыз. Одан кейін принциптер болу керек адамда. Принцип деген ол сені тежейтін нәрсе, сен өз-өзіңді шешуің керек. Мысалы жігіттерге байланысты, сен ана қызды үйленуге аласың ба, үйленесің ба, сөйлес, үйленбейсің ба, тиіспе. Ол іштен шығатын ой. Яғни іштен шығып, қабылданатын ой, шешім. Өйткені ертең сенің өзіңнің қызың болады деген сияқты, немесе ол да біреудің қызы, духың жетпей ма, шамаң жетпей ма үйленуге, бір жеріңді қыс деген сияқты. Сол нәрсені ұстану керек. Сол секілді бүкіл өмірдің бөлшектерінде принциптер бар. Сабақ оқисың ба, оқымайсың ба, айналайын анаңның, әке-шешеңнің ақшасын құртпа, қоя қой болды. Жаңағы компьютерный клубқа барасың ба, бар, немесе оқудан шығып кет, болды, уже шешті. Намаз оқисың ба, оқы, немесе оқыма, болды. Қабылдау керек, сен кішкентай бала емессің да. Нақтымен қабылдау керек. Оқыдың ба, до конца оқымайсың ба, десе берме. Біреуде, ең маңыздысы, біреуде жұмысымыз болмау керек. Жанымыздағы адамда өсек, аян нәрседен жұмысымыз болмау керек. Біреуді жамандау деген, өсектеу. Қашан адам өсектеп бастайды, бос уақыты бола бастаған өсектеп бастайды. Аңғара бастайсыздар, значит, сіздің қолыңыз босап жатыр деген сөз. Адам до такой степени өзін немен жұмыс істейтіндей болу керек, айтатындай принцип болу керек, айтпайтындай уже. Біреуді өсектеу, біреудің хақына кіріп кету деген ол тек қана сөздермен айту емес. Мынандай нәрсесі бар, анықтамасы. Сіз оқып отырасыз, бір досыңызбен отырасыз, и біреу жайлы бір нәрсе айтасыз. Және де ол сөз айтып жатқан адамыңыздың алдында айтқан кезде оның көңіліне тиетін болса, ол даттық сөз болды. Ол өсектеп жатыр деген сөз.
не обязательно боқа қос сөзсің десе әке шешесінің жеке атасын жамандау деген көңіліне тема оған намыссыз ба болды ол өсек деген сөз. Мерасы осы өлшемі. Значит, содан тыйылу керек. Бұл мынау зейіндеріңіздің төмендеуіне, зейіннің көтерілуіне өте қатты әсер етеді. Есте сақтау қабілетіңіз қалай арттырасыздар? Діни нәрселері бар и былай күнделікті нәрселері бар деген сияқты. Дұрыс тамақтану керек. Газировка энергетика емес, газировка и жаңағы химикат қосылатын нәрсенің бәрі қатты әсер етеді памятқа. Газировканы айтпай ақ қойып. Мына мысалы қолдайдың өзі әжептәуір әсер етеді. Енді постоянно өзің тия бергені дұрыс емес шығар. Өзіңіз айтпақшы жаңа всегда принципиальный болып ауыр әңгімені айта берудің қажеті жоқ. Көңілге бос әңгіме айтып тұратындай орта керек, моменттер керек. Оны енді түсініп жатырмын. Біреуді жандырамын деп өзім жанып кеткен кезде түсіндім да оны. Идеально болмайды ештеңе. Және де біреудің айтқан ақылы біреуге өтпейді. Всегда өтпейді. Әркімнің жолы уникальный. Біреу бизнесмен болды деп, бизнесмен бола алмайсыз. Біреу медицинада үздік болып кетті деп, үздік болып кете алмайсыз, бірақ үздік болмау сіздің қолыңызда көру керексіз. Көрмейсіз ба, значит, ол сіздің судьбаңыз емес. То есть, кейбір бизнесмендер болады, олар тума бизнесмен болады. Олардың мышление сондай. Аналитический складты мышление деген нәрсе бар, әр нәрсеге аналитикалық түрде қарайды. Ол мынаны көрмейді, ол мынаны көреді. Ана мысалы пиццаны көрмейді, пиццаның ішінде неге қарайды, колбасасына қарайды. Халал ма, халал емес па, қандай размерде, не ма деген сияқты. Очень детальға кіріп кетеді адамдар бар. То есть жақсы орта керек, по-любому жақсы орта керек. Өйткені біз апатия состояниесіне түсеміз, всегда түсеміз. Ештеңе істегіміз келмей қалады. Сол кезде орталық шығады. Құлшылық жасағыңыз келмейтін момент болады, сол кезде орталық шығады. И өмірлік принциптің ішінде бірінші орында тұру керек. Мана өмір вечный ма? Осы өмірдің осы сұрақтың жауабын тауып аласыз ба? Принципіңіз қалыптаса бастайды, значит сіз вечностьтің артынан жүру керексіз да, не вечный нәрсеге қатты мазаңыз кетпеу керек. Бір ғана вечный нәрсе бар, өздеріңіз білесіздер. Значит, не вечный нәрсенің барлығы сізге шаттық сыйлай алмайды, уақытша. Барлығы уақытша. Уақытша деген, значит, не? Мал төкпеді, это нормально. Енді шынымды айтайыншы, мен қазір мысалы кітап жаздық, 2 кітапша ақыл айтамыз, оның барлығы маған келіп жатыр. Сол сынақ болып келеді маған. Айтып отқан нәрсем бар ғой. Мен білемін, что бір айдың ішінде сынақ болып келеді маған. Бірақ не? Бізді жұбататын нәрсе сендерден көтере алмайтын артық жүк берілмейді болды. Маған қандай сынақ берсе мен көтере аламын. Просто кішкене сабыртанду керек, күту керек и решение іздеу керек. Решение іздеу деген сөз қимылдау керек. Береді. Осы нәрсе жұбатып келе жатыр мен. Өйткені сіз сыртқы бейнемді көріп жатсыздар да, қазір типа не ашып жатқан, орталық ашып жатқан былықтарды көрмейсіздер пока. Ол былықты жауып жатқан әдемі жауап беріп жатыр маған. Сол үшін никто не идеален. Мен мысалы ұстаздардың білесіздер ғой, мықты көз алдарыңызда жүрген ұстаздар бар. Күнде тыңдап жүрген сіздердің маңыздарын. Әйелмен ажырасып жатыр, аттарын айтпаймыз. Просто білмейсің қандай. Сол үшін білмеймін деген жақсы да. Сұмдық ұрады енді, білем деген кезінде ше. Шалғыңнан түсіреді. Білмеймін деп айта берген жақсы. Аз сөйлеп, семіз шыққан жақсы да. Мысалы қазір мен білмеймін, ол жағын көреміз. Сіздердің мысалы ветісті құраным өте көп. Жасағым келген, бөліскім келген, бүкіл ішіндегі ақтарып бергім келеді. Енді бір тиын алғым келмейді оған. бір тиын. Наоборот, өзімді шығарғым келеді. Неге? Өйткені кезінде маған біреу соны жасаса екен деген. Скай жасап отқанның бәрі, мына нәрсенің бәрі, мына детальдардың бәрі, мына жанашырлықтың бәрі кезінде маған жасалса екен ғой деген нәрседен шыққан ғой. Сол. Беретіз. Көреміз енді.
ауырады шықтым мына жерде сезіліп тұр. Солай өзі қызық. Вечный қарау керек. Вечный бар, вечный соны іздеу керек. Солай деп ше. сосын кеше история салысып айттыңызшы ойлар ше Соны берем деген ғой сіздерге. соның бірінші частын мысалы оқымағанмын ше примерно Көріңіздер. Ойларым шайқасты ғой. Мен мысалы аузыма түсіп жатқан нәрсені бәрін айтып ғой мен. Мына жақтан алып келіп жатырмын, мына жақтан алып келіп жатырмын, мына жақтан түсіп. Мысалы жаңағы сабақты түсіндіргеннің өзін көрдіңіздер. Бір нәрсемен жүре алмаймын мен. Өте көп ой бір уақытта келеді. Мен оны шығарып тастау керек. Кітапты не үшін жазып жатырмын? Шығарып тастау үшін жазып жатырмын. Жеңілдеп қалып жатыр кәдімгідей. Қазір жазып жатқан кітапшада мысалы келген миллион ойдың шайқасы келді. Ойдың шайқасы деген жай қойған аты емес. Шайқас болады екен. Что дальше? Қызық сол ең күштісі. Біздің ана болашағымыз көріп қойса ничего интересного мысалы бір қызық қана екен. Қызық. Ертең боламын екен деген сөз бар. Солай. Тағы да лекциялар болады. Қайтайық құр десеңші. Құрыңыз айтып отыр. Утрировать етіп жатырмын ғой. Не ма, медицинский ма? Медицинский екі кітап тұр ше, қазір семиология деген кітап тұр. Харисінің кітабы тұр. Бенел Джерахи тұр. 3 кітаппен де өтсек болады. 3 кітап, мынандай бар кітаптар. Мысалы андай да, мен қызық просто, как все создано ше. 150-200 адамдар да, мысалы 5-ші курстың ішінде. Ішінде бір ғана кісі келді алдында, неге Азизбекпен шақырған кезде. Бір ғана 5-ші курс келді. Бірақ ең керегі соларға аяты негізі. Бұл еще не солай болу керек еді да. Қатты құртады тәкаппарлық ше. Бір нәрсе үйреніп аласың. Бір нәрсе үйренгеннен кейін, бір нәрсені білем дегеннен кейін даму қиын. Сол үшін ғой білмеймін деген жақсы деп жатқан. Бір нәрсе үйрене алсаңыз да барған жөн ондай жерге. Сұмдық көп нәрсе айтты ғой мысалы Азия. Оны ана жақтан шақырттым. Күшті. Қызық. Ертең кетіп қалсам деп ше жаңағы. Бір жағынан кітапты да сол үшін жазып жатырмын негізі. Екінші кітап дайын болды ма? Дайын болды негізі, бірақ мен оны қазір рецензиясын, то есть отзыв алу үшін Нұрмарақта ұстаздарға бердім, оқып отыра деймін. Біздің таныс па ұстаздарды, Ғалам Ақатаев ұстаздарды сол кісілерге бердім. Одан кейін не бар? Мысалы қараймын да, сол алдында мысалы бардым мен Нұрмараққа, сол кітапты жаздым осыны кітапты да бір оқисыздар. Мен бірінші курсқа түскен кезде Алматыға 6-шы сыныпта көшіп бардық. 6-шы сыныптан бастап Әл-Фараби деген көше бар Алматыда, ең үлкен көше. Соның бойында орналасқан Нұрмарақ. Үлкен қақпасы бар, соны қарап өтетін. Бір сезім болатын, қандай керемет жер, осындай бір үлкен университет. 10 жыл бойы қарап өттім жанынан. Ішіне кіруге менің андай дауаламайды жүрегім, кіре алмаймын. Өзімді андай сезінемін, недостойный кіруге ше. Кіргізбейді деп ойлайтынмын мен. Сөйтіп алдында соңғы поездкамда барып келдім. Сөйтіп сол жақта оқитын інішек бар, Бағылтай.
түркияда бірге болғанбыз, сол жаққа түсті. Сол жаққа келсеңізші деп, осында Ерлан ұстаздың сабағы болайын деп жатыр, жұма. Керемет. Мен ол кісіні 10 жыл бойы тыңдап келгенмін ютубтан. Сабақтары бар ғой, ана өзінің тапсырыс сабақтары. Тыңдап келдім. Сәйкестік па дедім, жоқ, сәйкестіктен жоқ, барайын дедім. И барғанша толқып жатырмын. Өзім машина айдап бардым, жалғыз бардым, әйтеге ойланып барайыншы дедім. 1 сағат бардым машинамен, пробкада тоқтадым. Өздерінің мешіттері бар, білесіз, Жасыл күмбезді шетінде тұрады. Мен оны бүкіл ұстаздардың несімен көретін, историяларынан. Өздерінің несі бар, қарак шай дайындайтын кофеханалары бар, соны көретін. Қандай бақытты осылар дедім. Сен көріп тұрмын ғой көз алдымда. Өзім сені алмаймын, Түркияда жүрген сияқты. Түркияда жүргенде алғашында сондай сезім болған менде. Мен Түркиядан ғой. Сол секілді кірдім, ана берекетті сезініп жатырмын. Неге өз-өзімді алдап жатырмын ба, внушение болып, білмеймін. Бірақ ұнады ол сезім. Мешітке кірдік, оқыдық. Хорошо, олар керек емес. Әлгі қарак шай дайындайтын жерге бардым, хорошо. Кейін не бар? Үлкен ұстаз бар, көрсеңіздер танисыздар. Көп подкаст етседі. Үлкен актовый залға тұр. Күтіп отыр. Ерлан ұстасын кешіге қалыр күтіп отыр. Ескі жаққа ұмтып қарайлап тұрмын. Жай кіріп келіп жатыр. Ана кісінің жүрісі, көркем мінезі қандай. Жай кірді де, отырды да. Мен ана детальға қатты мән беремін ғой. Сахнаның үстінде отыратын жерін тұрып қойған. Өйткені тура сахнаның ортасынан бастап, мына жақта қыз балалар отырады, ер балалар отырады. Олар ол өзінің иманына сеніп жатқан жоқ, тақуалығына. Ол амалын жасап жатыр да, көзін тыйып жатыр. Өйткені бізге бұйырылғаны ескертіңдер дегеннен басқа не ғой ер балаларға. Тыйыңдар деген жоқ бізге. Бізге көздеріңді тыйыңдар деді. Соның амалын жасап жатыр да. Көзін жай тыйды и жай бастады. Актовый зал тола, шетін бәрі адам. И мен интернеттен көріп жүрген бизнесмендер бар ғой, миллионерлер. Сол жерде отыр ғой. Сол бізге келген арнайы. Әр жұма сайын болды екен. Арнайы сол келген кішкентай бала сияқты отырып. Үлкен ұстаз кірді бір. Бәріміз орнымыздан тұрдық. Сөйтсем, ол ұстаз сахнадағы ұстаздың шәкірті екен. Ана шәкірт пен ұстаздың арасында әдепті көрдім да. Жаңа айтып отқаным сол ғой. Білсеңіздер де мұғалімнің алдында білмеген сияқты төрт дамытыңыздар. Ауыздан, мінездеріңізден, сыртқы бейнелеріңізден тәкаппарлық байқалып қалмасын. Тәкаппарлық байқалып қала ма, зейіндеріңіз алтын қояды. Есіңізге кірмейді ештеңе. Есе сақтап қабілетіңіз төмендейді. Ол мұғалім онша емес мұғалім болуы мүмкін да. Білмейді. Оқып беру, бірақ әдеп сақтау керек. Ана кісінің әдебіне таң қалдым. Кішкентай бала сияқты отыр. Өзі үлкен ұстаз. Кішкентай бала сияқты отыр. И бір рет телефонына қараған жоқ қой. 2 сағат сөйледі, 2 сағат бойы отыр ғой. Бүйтіп отыр. Кішкентай бала сияқты. О да әдепті дедім да. То есть көре береді екенсің. Бұны айтып кеттім мен. Оның ойын шайқас қой. Қызық. Жиікті тұрайық. Бұйырса. Келгендеріңізге рахмет. Бүгін көріп көрместер ау. Сыртында не тұрады? Олардың шайқасы 2 деп тұрады. И екінші бетінде ел қаядан тоз алыр деп тұрады. Ел, қая жартастан шаң алады деп тұрады болды. Түріктің нақыл сөзі. Жел жартастан шаң алады. Сыртқы бүкіл факторлар сіздерді құртқысы, әсер еткісі, замандағысы келіп жатқан нәрселер әсер ете алмау керек та. Сіздер жартас сияқты болуыңыз керек. Сыртыңыздағы шаңды алып кетсін деген бағада. Дальше кете береді өзі. Бұл кітап бірақ ұзақ болып кетті. 100 бетке барып қалды ау. Аналар ондай емес еді. Деп айтқам. Бір күтіп алайын әрі жауабын. Бәлкім мен дұрыс емес,
жазып алуым керек нәрсе жазып қойған шығар, несін алып алайын дейтін, сіздерге таралып кетсе мен жауап беремін ғой. Солай. Болды? Мен тұрып қайтадан ең күшті не ғой? Қайтатын уақытысында қайтылған уақыт қой. Деп қоймайды деймін ба? Пәлсапашылық тастамай. Өзім жинап аламын. Рахмет үлкен сыйлықтыңызға. Чашкаға не сервисіне маған 2 чашка қосылды ғой. Чайкомыз Стамбулда деп қояйын. Стамбулдан ба? Стамбулдан әсерінен ішуге. Не емес па? Фарфоровый емес па? Фарфоровый емес па? Фарфоровый? Фарфоровый. Фарфоровый. Білмейсіздер? Күшті екен бақысы. Байқасам, ол жақта асықталып жатқан кезде ыдыстарандай ғой. Бір жерде қарасаң, дәл осындай да, басқа жаққа барсаң, сәл бір өзгешелігі бар сияқты бір-біріне қатты ұқсайды, бірақ айырылмадым өкінішке орай. Сіздікіндей мысалға тоже ұялған мен нан ұстап көрсем, кішкене қаттылау екен. Мендегі сәл былай не бар, жұқалау секілді секілді көрінді. Сәл материалды үнемдеген ба? Материалды үнемдеген ғой. Сіздікінде. Сатып алған жерге байланысты шығар. Просто мен мұны біраз болып сатып алғаныма. Қанша уақыт болдыңыз? Түркияда. Не, бір жарты жыл семестр сонда болсын. Сіз қай жерде өткіздіңіз? Казиде, иә? Жоқ, Стамбулда. Стамбулда ма? Қай университет? Чапа университеті. Чапада болды ба не сіз? Ой, мықты университет қой ол. Мен барған кезде олар жер сілкінісіне байланысты зданияларын енді жаңартып жатқан. Қазір уже бәрі жаңартқан шығар, наверное, 2 жыл үшін. Топ университет қой ол. Топ тройкада, топ пятеркадағы университет. Мен сол бір ескіліктің несін көріп қалған мүмкіншілігім болды. Бүгінгі лекция туралы ма? Білмеймін. Бүгінгі күн жайлы жүректен шығып жатыр соған мынандай шаблонный нәрсе айтпаңыздар. Жүректен шығып жатыр соны айтыңыздар. Жамандай істеп жағымдай беріңіз. Кеше осы лекцияға келер кезде Расылмен ақылдастық та, келеміз ба келмейміз ба деп. Мен кеше түнде таңғы 5:30-да ұйықтадым да, 8:30-да тұрып кеттім. Сөйтіп ойладым, лекцияда ұйқысырап отпаймын ба екен, ұшақ сағат қалай болады екен деп. Бірақ лекцияда байқағансыздар ма білмеймін, маған мүлде ұйқысырау сезім келмеді да. Ойлаймын, мүмкін лекция қызық болғандықтан деп. Және біздің миымызда енді медицинада жүргеннен кейін қатты оқымасақ та әрбір детальдар бар да, бірақ толық емес. Әр нәрсені түртіп білеміз да, бірақ толық емес. Бүгін бір шетін болсын толықтырдым деп ойлаймын. Әне. Сымбат залезіш. Мына жаққа кете берейік дейді, мына лайфстайл болсын. Камераға мүлдем сөйлей алмайтын адам. Басқалар түсіре беріңізші. Болды? Хорошо. Осы кісіге ұнайды камера. Мен негізі жоспарлаған Түркістанға келген кезде шақырып келемін деп басқа сабақ курсын пробный заводына барамын деп ойлағанмын ғой. И осы жаққа келмей өзгеріп кетті ғой. И осы жаққа курсқа жазатынымды шештім. Ой, біздің курс тұрғанда басқа курс бармайды. Жоқ, мен де бар. Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Бүгін Торайсыз соған ғой. Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Бүгін осы Тәтеуір центрде 6 сағаттай шамамен уақыт болды білім алмасып. Осы Ертар мырзаның берген білімдерін алғанымызға. Мен қуаныштымын бүгін осындай ортада, осындай жерде отырғаныма. Себебі 6 сағат уақыт болса, мен отырғаныма Түркістанға келмегеніме 6 ай уақыт болған екен. Сонымен бұйырып тұрған екен. Негізгі жоспарда басқа кездесулер болған, негізі түстен кейін менде.
бірақ ол кездесулердің бәрін шегеріп осы жерге келуге жөн көрдім, және де ол үшін өкінбеймін. Себебі медицина тұрғысынан да, өмір тұрғысынан да өзіме керекті сабақтарды алдым, естідім деп ойлаймын. Сол үшін сізге көп рахмет. Hadi bakalım. Hı? Ой, күшін ғана екен енді. Бізге қарап айта берсін, камера. Басы ке? Негізі бүгінгі ортадан ешқандай жаңағыдай мықты болады, анау болады деп күткен жоқпын, бірақ сезіп білдім, ол уже очевидный нәрсе екенін. Баста бірінші сіз история салғанда сағат 10-дарда ма көрдім да, ол кезде өзім кішкене ағылшын оқып отқан едім, сөйтіп ойладым. Барсам ба екен, бармасам ба екен, не болады екен дедім. Сіз бірінші анау орта қалыптастыру немесе жаңағыдай медициналық білім десіз, медициналық білім болғаннан кейін ойладым, барсам бір нәрсе үйренем бе екен, жаңағыдай өзім білмегендіктен ұялып отырам ба екен деп сөйтіп ойладым да. Содан кейін Жаласекке бардым. Жаласекпен сөйлесіп отырдық та, айттым. Жаласек дедім, Түркістанға осы демалысты өткізіп келдік қой енді, ата-анамның қасында емес, осы жаққа келдік. Сөйтіп Түркістанға мүмкін келгеніміздің бір несі қайыр осы шығар, осы келіп осы жерде бір екі нәрсе үйреніп кетсін деп, мүмкін Алла өзі жазып берген шығар осыны дедік та, сонымен Жаласекке айттым, кеттік бірге барайық деді. Сол бір жерлерде ма, бірге жақын уақытта Жаласекке айтып, кейін Жаласекті көндіріп, бірге келгенбіз. Алған білімім де өте жоғары, біраз нәрсе жазып алдық, керек мәліметтің бәрін. Одан бөлек әңгімелерді айттық, одан кейін сіздің жаңағы кофеңіз туралы сабағыңызды да өттік деген сияқты. Өтпейтін әзілдеріңізді естідік десеңші. Оны да естідік. Отрицать етпейді же. Келісіп тұр ғой бала келісіп тұр. Бәрі көңіліне шықты, өте жақсы болды деген. Молодец. Туис хал бермедік. Әлі енді да. Жүрмек бойынша. Яланша мүмкін. Болды? Ал, Түсіп жатқан жоқ. айтайын ба? Түсіріп жатқан жоқ? Басында Мен де кеше сіз историяны салған кезде сол 5 минутта ма көрдім, сосын жанында группаласыма жіберген едім. Бірге келейік деген ой болған. Сонымен ол қыздар келмеді. Одан бөлек жаңа айттым ғой, осы жерде сіз история салғанда көрдім басқа Кім бар екен? жоғары курстың студенттерін. Сонымен солармен танысып, осындай орта керек болды да. Жаңа жылдан кейін мысалы режим құртылды, көп адамда байқадым да. Солай бір жағы режимді да дұрыстайды екен болған. 12-де келушін 11-ден шығу керек еден, онда дайын болуың керек. Сондай факторларды есептеп, сонымен келейін дедім. Келгенде медицинадан бөлек өмірге қажет деген сияқты кеңестермен бөлісті Ертарғын ағай. Маған жалпы ұнады. Давайте без камеры, пожалуйста. Мына жаққа қатамыз онда. Мен мүлдем сөйлей алмаймын. Керемет шығып тұр екен бірақ эффекті де. Ар жағында гүлмен еще, кім алған екен ана? Сөйлей бергісі келетін деген.